Ардақты ағайындар, бір жаңалық айтам, естуге дайын болыңыздар. Тұмардың 20 күндік құлыны сатылды. Бір құлынның құны қанша болды деп ойлайсыздар? 12 миллион 500 мыңға сатылды ғой ағайындар. Яғни 25 мың долларға тұмардың 20 күндік бір құлыны сатылды. Рекорд па? Рекорд. Тұмардың иесі Нурик көкем 11 жыл бойы тұмарды үйірге қойып жүрмін, бірақ мұндай ерекше құлын әлі түскен жоқ. 11 жылдан бергі ең потолок, ең мықты құлын осы деп бізге көрсеткеннен кейін мен қасымда өзімнің інім Нұрғуат інім сол құлынға қатты қызықты, сөйтіп саудаласты. Саудасы сол 12 миллион 500 бен бітті ғой. Негізі Нурик көкем оны 20 миллион деді. Міне қалайық, міне. Құда қаласа пешенесіне енді жақсы күнде жазсын. Бұндай құлын енді осы бірінші еді. Бүгін түнгі 12-де 22 күн болады мына құлымға. Құда қаласа, мен шешесі енді өздеріңіз бағалап қойыңыздар, құлым қандай құлым екенін. 11 жылда осындай құлымға жеттік енді. Осы қанша жыл болды, ең қымбат сатылған құлым да осы құлым болды. Сырлы Келес өңірі Қызыласкер ауылындағы Нұрғуат ініме Алла берекесін берсін. Енді інім сондай қарапайым. Мен камераға қатты түспей-ақ қояйыншы. Менің атбегім, өзімнің інім берекесін жасасын, қолын алсын, сол камерада бола берсін, сол елге көрінсін деген екен. Інісін көрсетіп отырмыз. Ең мықты деген осы 15 жыл болды. Осындай құлым аламай жүргенімізге. Осы Ақылбек бауырымызға бұйыртқан екен. Мынау бие құда қаласа міне осы Тараз облысында Астай деген кісіде Нұртұмар деген айғыр, Нұрғасқа деген айғыр болған. Сол Нұрғасқаны шешесі Нұрғасқа, әкесі Нарғасқа деген сол Астайдан шыққан, Ауғанстанда шауып жатыр қазір. Былтыр мини тілі ынтымақ екеу 2 күн Средний Азияны шулатқан сол айғырдың қызы мынау. Шешесі Нұрғасқа, әкесі Нарғасқа. Содан міне құда қаласа мен тұмардан түсіп отқан құлым міне. Тұлпардың есімін жігіттер ақылдаса келе Нұртұмар деп қойды. Нұртұмарға арнайы парақша ашып қойды. Мен қазір белгілеп кетемін. Нұртұмардың қалай өсіп жатқан, яғни 12,5 миллиондық құлынның қалай өсіп жатқанын қызығып тамашалайым десеңіздер, осы парақшаға жазылып қойыңыздар. Бойыңда атқа деген махаббат бар кезде, ұлттық спортқа қызығып тұрған кезде, Алла тағала береке беріп, қаражаттың көзін тауып тұрған кезіңде, мықты тұлпар алып, жақсы құлын алып, тәрбиелеп, баптап өсіргенге не жетсін? Міне Нұрғуат осы жолды таңдап отыр. Әрине қазір 12 миллион 500 мыңға мықты көкпар шауып отырған, алды артымен дейді ғой. Сондай бір керемет айғыр алуға да болады, тұлпар алуға да болады. Бірақ жоқ, дайын атты емес, осындай құлын кезінен алып, баптап, тай қылып, құнан қылып, өсіріп, тәрбиелеп, өзінің бір атбегілігінде шыңдап осындай қазақ жұртына міне осындай тұлпарды баптап шығардым деп өзінің бір ізін қалдырғысы келген екен. Нұрғуатқа тек сәттілік тілейміз. Өшетін әйгілі тұлпар болып шықсын. Осы қоданның мақтанышы болсын. Бәріміздің мақтанышымыз болсын. Міне енді аман есен жетті құлым. Арғадан енді өзің рахмет. еге бол енді. Жақсы енді.